Қайырлы ақшамлар, эфирде заман. Бүгін январьнан 29 студияда сіздеріне мен Шевкет Наматулаев. Селямлайым. Қырым бірдемлігі Русия мақсус қызметлерінің незарет алтында бұлына судақтаки топлашуларына ОМОН, ФСБ, полиция ве Русия гвардиясынан 50-ден зияде қадима келді. Олар силя қыдырғанлар. Инсанларының есе паспорт мәліматларына язып алдылар. Тәпсілетлі желевқамызда тариф етілі. Қырым бірдемлігінің иштиракчилері судақта топлаша. Ерлі Меджлис рейсі Эльвир Аметов, саяси мобюслерінің таныш ве сой соплары, милли әрекет фааллері ве адвокатлар келді. Топлашу енді башлағанда пенжерелерден құқық қорғаушылар көрінді. Селялы құқық қорғаушылар көпеклерінен бинаға кірді. Не имеем права у вас узнать, с какой целью собрались. И в данный момент они уже участвуют в сообщении. Құқық қорғаушылар бинада чоқ инсан бар. Бірісінің чантасында селя olması мүмкін деп айталар. Қырым бірдемлігі еминке Русия құқық қорғаушылары Қырым татарларға қаршы әрекет ете. Böylece insanlarına қорқыза олалар. Мы предоставляем документы, они проверяют. Может быть, будут говорить, вы не видели, нет, не видели, все не видели. Есть второй вариант, как они нам говорят, это они нам говорят, что всех могут погрузить в автозаки, или не знаю, во что там еще, и вывести отсюда, скажем, какой-то, не знаю, РОВД или куда еще. Қырым бірдемлігі топлашуының иштиракчилері қала. Русия полициясының хазимлері весиқаларына бақа, бұтын мәліматларына язып ала, базыларының фотосуретіні чехара. Мы не даем никаких показаний. Почему? Потому что, пользуясь 51 статьей Российской Конституции Российской Федерации, да, мы предоставляем паспорта, но не даем никаких комментариев. Чувствую, не ощущаем никакой вины за собой. Почему? Потому что мы просто пришли обсудить, что с моим отцом было в СИЗО в это время. Женщина полицейская, с полицией, да, подошла, спрашивает у меня информацию, я говорю, я имею право молчать, я не хочу с вами разговаривать. И в то же время она говорит, я составлю на вас протокол. И как удивительно, составляя протокол, она спрашивает у меня адрес моего местонахождения здесь, в Судаке. Поэтому это парадокс. Адвокатлар дейки Қырым бірдемлігі топлашуының иштиракчилері қанунға зыд бір шей yapmadı. Если вы обратите внимание, здесь очень много женщин, стариков, женщины с детьми. Поэтому я думаю, что нормальный человек сюда бы не пришел с оружием, с гранатами, с взрывчатками. Поэтому все эти подозрения необоснованные. Как и в предыдущие заседания, мы обсуждали вопросы уголовных дел, вопросы преследования по политическим мотивам политзаключенных и тех, кто сейчас находится в Ростове, и тех, кто сейчас находится на территории Крыма. Однако где-то в середине нашего заседания прибыли автозаки. Милли Меджлис işgalçiler tizgen jedvelleri esasında insanlarını politsияға чыгара білелер деп тахмин ете. Қырым татар фааллеріні кене қорқызмаға тырышалар. Milletimizi korkutmak ve ondan milletimizi kendi aralarında parçalamak, soğutmak ve Kırım'dan çıkmak böyle tırışalar olar. Milletimizin namusunu saklamak ve milletimizin birliğini daha çok ziyadeleştirmek için işte orada bu hem cesaretliğini hem kahramanlığını gösterdiler. Bu sebepten çok sağ olsunlar. Rusiya құқық қорғаушыларының махсус тедбірлері 4 saat сұрды. Ақшам ұсты инсанларына евлеріне еберділер. Қырым бірдемлігінің 2 yıllık фаалиетінде махсус қызметлерінің векелері топлашуларына ilk sefer сұрып кіре. Саяси мобюслерінің туғанлары қорқмайып, иллеріде де топлашacağına ишандыралар. Невбеттегі топлашуның ері да белі дегіл. Эльвина Сидбулаева, Виктория Аблязова, Олег Трохимович, Заман. АТР.
Герай Куламетов азат етілді. Бір кішілік наразылықларының иштиракчысы 10 күн деваманда Қарасу базарының изоляторында тұтылды. Азат етілгені мұнасибетінен яқынлары ескі қырамның жәмесінде дуа кечірді. Sonra еркесіні пилявнен сыйладылар. Герай Куламетов январының 18-інде яқыланған еді. Русия силалы қоветлер қадимлері евінде тентув кечіріп білгісаяр ве жеп телефонларына алды. Герай Куламетов экстремист малюматларына иштимай ағыларда пайлашқанында қабатланды. О 10 күнге апске ташланған еді. Мы должны все помнить о том, что это жизнь, как испытание от Аллаха, и важно, как мы это испытание пройдем. Должны на него уповать, дуа читать, друг друга поддерживать. Все суды и все инстанции, которые проходили, были незаконны и ссылались на какие-то лжедоказательства со стороны правоохранительных органов, что в свою очередь повлекло за собой это арест нашего брата Герая. Герая это не сломило, и весь народ, всему народу это показало, что в очередной раз правоохранительные органы пытаются всячески напугать наш народ, всячески закрыть рты. Қырымда мемури апыз жезаларынан башланғыч күні кешкен сene январының 26-сында Русия құқық қорғаушылары Серан Салиевнің евіне келіп, оны яқалаған еді. Sonra оны қоршайламаға кеткен адвокат Эмиль Курбединовтың да тұтты. О күнден башлап ишғалшылар қырым татарларға қаршы басқысының да бір усулын қоллана мемури апыз жезалары беріле. Ал азырда Серан Салиев сөзді терроризм давасы черчевесінде апсте болуына. Өмір арқадашы қырым татарларға видео вастасынен мұражат етті. Я верю, что репрессии в отношении нашего маленького, но очень сильного народа прекратятся в скором времени. Ибо крымские татары и мусульмане не устанут говорить правду, не устанут защищать друг друга и не смогут молчать, видя ложь и ущемление в отношении своего народа. Херсон махкемесі Петр Михальчевский сыңырланып усылына деңіштірмеді. Январының 8-інде Херсон махкемесі оны 30 күнге апске алмақ қарарына шығарды. Январының 5-інде есе Украина телекестілік қызметінің қадимлері евінде тентув кечірген еді. Евінде рус паспорты Назир Шеедетнамесі ве дегер весиқаларына таптылар. Оны ишғалден сон сағлық Назир олып чалышқаны үшін девлет қайынлігінде қабатлайлар. Гечесі Бақшысарай живарында олған Свято-Успенск монастыры янды. Янгын ақшам саат 10-ларда башлаған. Атеш азбарында олған құрылышларының 200-ге яқын квадрат метріне қаплап алған. Янгыжылар атешнен бір қач саат девамында көрешті. Бұтынлей ашқане уч құрылыш ве уч тежарет ноқтасы янып біткен. Шымды құртарыжылар янгыннан себеплеріне угрене. Кремль Чех Жумхуриетінің яңа президентіне қуана Путиннің досты Милош Земан бұл вазифеге екінші кере сайланды. Орақыбы Иржи Драгышны еңді. Милош Земан Кремль сиясетінің таравдары оларақ ислам дініне қаршы биянатнамалерінен беллідір. О Москваға қаршы санкцияларының ләғу етілмесіне чағыра. Земан Украинаның Русияле женкіні ватандаш зідиеті деп адландырып, Украина ве мұндаки сиясетчілерге менфи янаша. О Киевге Қырымны Русияге сатмаға теклиф еткен еді. Алексей Навальный махкемеге қадар еберілді. Русия мұхалифетшісі түневін президент сайлауларының байкот етілмесі үшін кечірілген акцияда яқаланды. Навальныны полиция бөлігіне алып кеттілер. Анда сұрғы кечіріп жеп телефонны тұтып алдылар. Онымен Русиядегі митинглерде 250-ден зияде инсан яқаланды. Мұхалифетінің акциялары онларнен шерде, шу жүмледен Москва ве Санкт-Петербургта олып кечті. Наразылық білдіргенлер адалетлі сайлаулар ве ачық рақыплер олмасыны істей. Алексей Навальный акцияға қошылған еркеске тешекүрлерді білдірді. Куму
Камуш Зафер Харптатары Февзи Мамутов Иранда кешірілген 2018 сенесінің Юнан Рома көреші ярышында екінші ерге наил олды. Бірінші ерні қазақстанлы көрешчі алды. Черик финалда есе о Олимпия чемпионына еңді. Февзи Мамутов Қырымның ең муафақиетлі спортшыларындан бірідір. О ердайым біріншілер сырасында күміш медаліні есе екінші керелді етті. Февзи Мамутов ақиярда олған көрешінен оғырашы башлаған еді. Ләкин Ишғалден сон Киевге көчіп, инманларыны мында девам еттірмеге мечбур олды. Украина Мудафа әзірлігі спорт клубында Украина забиті олып ант еткен еді. Только в атаке можно найти победу. Столько опыта, столько уверенности, столько положительных, одни плюсы от этого турнира. И в том числе от поражения, я думаю, плюсы, чтобы куда-то не улетать высоко. Ақмежет районының Улы Чоқрақ Курганнай көйінде яшаған Ибраимовлар қорантасы ярдымға мұқтаж. Ратлық күнлері евлерінде янғын шықты, кімсе зарар көрмеді, ләкин ев бұтынлей янды, айле евсіз барықсыз қалды. Оларны достлары оз янын алды. Көйдешлері ярдым етмек үшін пара топламаға башлады. Экранларда көстерілген есап үзерінден мадди ярдым көстермені зве тәфсілатлы малюмат алманыз мүмкін. Бұл саат қазір олған соңки қаберіміз едепіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Эфирімізді бүгін программасы демаметен евбетекі заман яйынларында сейретмеге ұнытманыз көрішкенже.